Баршаңызға сәлем достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы 2 санына көбейту және бөлу кестесін бекіту. Бұл математика 77-ші сабақ 2-ші сынып. Бұл сабақта біз 2 санына көбейту және бөлу кестесін қайталаймыз, жұп және тақ сандармен танысамыз, жұп және тақ сандарды өсу және кему ретімен санауды үйренеміз. Бірінші тапсырмаға көңіл аударайық. 2-2-ден сана дейді. Бізде мына жерде бірнеше асықтар берілген. Түрлі түсті асықтар. Оларды біз түсіне қарай ажыратпаймыз. Біз оларды 2-2-ден санаймыз. Яғни 2-2-ден санап шығуымыз керек. Асықтардың жалпы санын біліп беруіміз керек. Ол үшін, егер сендер бұрын 2-ден санауды үйренбеген болсаңдар, 2-ден санаудың мынандай жолы бар. Яғни 1 мен 2-ні бірге айтуымыз керек. 1, 2 дегенді. 1-ді біз ойша айтып тұрамыз да, 2-ні дауыстап айтамыз. Яғни, мысалы мен ішімнен 1-ді айтамын, 2 деп дауыстап айтамын. 3-ті ішімнен айтамын да, 4. Сонда 1-ден санаған кезде 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 деп біз 2-ден санап кетеміз. Яғни қараңдар, енді мына жерде барлығы жалпы қанша асық бар екен, соны санап көрейік. Мысалы қараңдар, 2, мына жерде сендерге ыңғайлы болу үшін мен сендерге 2-2-ден асықтарды бөліп қосып қойдым. 1-ден санаймыз. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Яғни бұл жерде барлығы 20 асық бар екен. Дұрыс. Келесі. Біз балалар бүгін сендермен жұп және тақ сандар деген туралы айтамыз деп бағана басында айттық, е? Жұп және тақ сандар дегеніміз не ол? Яғни бұл дегеніміз барлық математикада жалпы сандар жұп және тақ сандар болып бөлінеді екен, е? Соның ішінде жұп сандар дегеніміз не? Ол 2 санына бөлінетін сандар. Яғни 0-ға аяқталатын сандар және 2 санға бөлінетін, 2 санына бөлінетін сандарды біз жұп сандар деп айтамыз. Жұп сандар дегеніміз ол жаңағы мысалы 2 бөлінеді, 4 бөлінеді, 6 бөлінеді, 8 бөлінеді 2-ге. Яғни ешқандай қалдық қалмай толығымен бөлініп кетеді. Мысалы бізде 4 кәмпит болса, ол 4 кәмпитті біз 2-2-ден 2 балаға бере саламыз. Ешқандай қолымызда кәмпит қалмайды. Ал егер ол 5 кәмпит болатын болса, 5 ол бізде тақ сан болады. Себебі ол толығымен бөлінбейді. 5-ақ кәмпит бар қолымызда, ал бала саны 2. 5 кәмпитті біз балаға бөліп беретін болсақ, біреуіне 2 кәмпит береміз, біреуіне 2 кәмпит береміз, қолымызда 1 кәмпит қалдық болып қалып қалады. Иә? Міне, бұндай 5 саны, 7 саны, 9 саны деген 2 санына толық қалдықсыз бөлінбейтін сандарды біз тақ сандар дейміз. Міне, тақ сандар деп осыны айтады. Жұп сандар деп толығымен қалдықсыз бөлініп кететін сандар деді. Кез келген мысалды алуға болады. Мысалы 10 алма. 10 алманы 5 балаға бөліп берсек, біз 2-2-ден бөліп береміз, болды. Біз толығымен барлық балаға 2-ден бөліп береміз, ешқандай қалдық қалмайды. Ал егер 11 алманы 2-2-ден бөліп беретін болсақ, 5 балаға 11 алманы бөлетін болсақ, 5 бала алма алады, бірақ біздің қолымызда бір алма қалдықпен қалып қалады, қалдық болып қалып қалады. Яғни бұндай 11 деген сандар, 13, 15, 17 деген сияқты сандар 2-ге толығымен бөлінбейтін сандарды, ешқандай қалдықсыз бөлінбейтін сандарды біз тақ сандар деп айтамыз. Міне, тағы да мына жерде енді мысалы, жаңағы біз үйренген жұп және тақ сандардың мысалы, мына жерде бірнеше асықтар берілген екен, ол асықтарда сандар жазылып тұр екен. Осыларды жұп сандар және тақ сандар деп біз бөлуіміз керек, 2 жаққа ажыратуымыз керек. Яғни қараңдар, 1 деген ол қандай сан деп ойлаймыз? Менің ойымша 1 тақ саны. Ал 11 тақ сан, 2 жұп сан, 3 ол тақ сан, 12 ол жұп сан, 13 ол тақ сан, 4 ол жұп сан, 5 ол тақ сан, 14 ол жұп сан, 15 тақ сан, 6 жұп сан, 7 тақ сан, 17 тақ сан, 16 жұп сан, 8 жұп сан, 9 тақ сан,
10 жұп сан, 19. Қане, ойланамыз, 19 қандай сан? Дұрыс айтасыңдар, тақсан 18 жұп сан, 20 жұп сан екен. Енді біз қазір тексеріп көреміз. Дұрыс екен балалар, е? Келесі. Екінші тапсырма дейді. Бұл жерде 20-ға дейінгі жұп сандарды өсу ретімен айтамыз. Яғни, әрбір жерінен алмаймыз, өсіп, қалай өседі. Ең кіші жұп сан қандай сан? 2. 2-ден бастаймыз да, өсу ретімен айтамыз жұп сандарды. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Дұрыс, е? Енді 20-ға дейінгі тақ сандарды өсу ретімен айтамыз. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Міне, өсу ретімен екі тапсырманы орындадық. Келесі. Үшінші тапсырма, бұл енді өте оңай. Себебі бұны біз есептеп үйренгенбіз. Бұл жерде біз нақты екі санына көбейту және бөлу кестесін жаттаған болатынбыз. Соны білсек, біз мына есептеуді тез әрі оңай орындаймыз. Міне, тез әрі оңай орындау. Жақсы, келесі тапсырма. Бұл да өте оңай тапсырма. Бұл жерде қосу азайтуды білу, екіге көбейту және бөлу кестесін білу. Ең маңызды нәрсе осы. Бұл жерде тексеріп көріңдер. 2 мен 7-нің көбейтіндісі, 7 мен 2-нің көбейтіндісі қаншаға тең? Бұл екеуі тең болады екен. 14 пен 7-нің бөлімдісі, 14 пен 2-нің бөлімдісі қай жағы үлкен? 14-ті 2-ге бөлген үлкен. Себебі 14-ті 7-ге бөлсек 2, 14-ті 2-ге бөлсек 7, яғни 7 үлкен екен. Келесі 9 пен 2, 2 мен 9-дың көбейтіндісі. Бұлар тең болады. 16-ны 2-ге, 16-тан 2-ні азайтамыз. Дұрыс, 16-тан 2-ні азайтсақ, яғни бізде 14 шығады, 14 үлкен болады. Келесі 3 пен 2-ні көбейтеміз 6, 12-ні 2-ге бөлеміз, 6 ол тең. Жақсы балалар. Міне өзімізді тексертіп болсақ, 8 пен 2-ні көбейттік, және 6 мен 6-ны қостық. Жақсы балалар. 5-ші тапсырмаға көңіл аударамыз. 5-ші тапсырмада есептерді шығар дейді. 18 бала ойнау үшін жұптасып сапқа тұрды. Неше жұп болды? Жұптасып деген 2-2-ден деген сөз. Жұп деген сөздің өзінің мағынасы екеу деген сөз. Менің жұбым бар деген сөз. Мысалы, мен біреу емеспін, жұбым бар. Жұп деген 2-2-ден деген сөз. Әрқашан естерінде сақтаңдар. Қараңдар, бұл жерде есепте сол сөзге мән беру керек. 18 бала ойнау үшін жұптасып сапқа тұрды. Яғни 18 бала 2-2-ден сапқа тұрды деген сөз. Неше жұп болды сонда? Қараңдар, 18-ді 2-ге бөлеміз, 9 жауабы 9 жұп болды екен. 9 жұп болды. Келесі, аулада 14 бала ойнап жүр. Олар теңде 2 командаға бөлінді. Міне, есептің өзінде айтылып тұр, 14-ті 2-ге бөлу керек біз. Қанша болады екен? 14-ті 2-ге бөлеміз 7. Жауабы әр командада 7 баладан болды. Келесі. Балалар ойнау үшін әр командаға 3 адамнан бөлінді. 2 командада барлығы неше адам болды? Міне 3 команда, әр қайсында 2 адамнан, яғни 3 пен 2-ні көбейте саламыз 6. Жауабы 2 командада барлығы 6 адам болды. Міне балалар, соңғы тапсырмаға да келіп жеттік. Бұл 6-шы тапсырма амалдардың белгісіз компонентін ата дейді. Яғни белгісіз компонентін ата және есепте деп тұр. Бұл жерде бізде мынандай кесте берілген. Бұндай кестені біздендер неше рет шығарып көргенсіңдер, білесіңдер, бұны өрнек ретінде жазуды да білесіңдер. Енді бұл жерде ең маңызды нәрсе ереже қайталап кетейік. Яғни қараңдар, бізде бөлінгіш белгілі 18, бөлгіш белгісіз, бөліндінің мәні 9. Енді осы жерден ереже шығарамыз. Белгішсіз бөлгішті табу үшін бөлінгішті бөліндінің мәніне бөлеміз. Сол кезде бөлгіш шығады. Көріңдер ме?
бөлінгішті бөліндінің мәніне бөлсек бөлгіш шығады, яғни 18-ді 9-ға бөлуіміз керек. Дұрыс. Келесі, бізде бөлінгіш белгісіз, бөлгіш пен бөліндінің мәні белгілі. Ол үшін не істейміз екен? Ол үшін не істейміз? Бөлгіш пен бөліндінің мәнін бір-біріне көбейтсек, бізде бөлінгіш шығады. Жақсы. Келесі, бізде бөлгіш белгісіз, тағы да бөлінгіш пен бөліндінің мәні белгілі. Яғни бұл жерде бөлінгішті бөліндінің мәніне бөлсек, бөлгіш шығады. Жақсы балалар, бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Менімен соңына дейін видеоны тамашалағандарыңа рахмет. Егер бұл видео сендерге ұнаса, лайк басып, подписка қоюды ұмытпаңдар. Келесі видеода кездескенше сау болыңдар.